батыс қазақтарды оңтүстікте адайлар дейді. Негізінде астарлы олай айтуы дұрыс, бірақ дұрысында дайлар деп айтқаны жөн. Өйткені батыс Қазақстандағы ру тайпалардың арғы тегі дай тайпасы. Дай тайпасын Страбон скифтік дай деп жазған, ал кейбір тарих көздерінде дахи делінеді. Дай тайпасы бүгінгі батыс Қазақстан өңірін біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырлардан бастап мекен еткен. Олар нағыз жауынгер тайпа болған. Александр Македонскийдің Орта Азияға жасаған жорығына қарсы шығып, оны ыдыратқан болатын. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда дайлардың бір бөлігі Парфия жерін жаулап, Парфияндық империя құрған болатын. Және де біздің заманымыздың басында Қытайдың солтүстік шекарасында одан бұрын ғұн империясы мекендеген аймақты жаулап, дай мемлекетін құрған болатын. Ол мемлекет Қытайға 4 ғасыр бойы үстемділігін жүргізіп, олардан алым салық алып, сыртқы жауларынан қорған болып отырған. Дайлық Тобатау есімді тұлға солтүстік Қытайдың императоры да аталғаны тарих көздерінен білеміз. Кейін дай тайпасынан түркі қағанатын құрған алшындар, тарих көздерінде ашиналар да және Моңғол империясын құрған Шыңғыс хан да тараған болатын. Ал бүгінгі заманда дай тайпасының ұрпақтары 12 ата байұлы, 6 ата әлімұлы және де 7 ру бірлестігінің ру тайпалары болып келеді. Ресей құрамындағы Тыва халқы да және көптеген Орта Азия халқының құрамындағы алшын атанатын тайпаларда бұрынғы дайдан өрбіген түркілік ашина ұрпақтары десем қателеспеген болатын. Сондықтан болар бүгінгі таңда Ресейдің әрі Қытайдың Орта Азияға ықпалы үстем болып тұрған заманда кіші жүз қазақтардың тарихын жойып келіп, олардың көсемдеріне бас көтертпей келетіні. Әрине, шындықты білуші бір Алла ғана, ал менікі тек қана жорамал. Менің парақшама тіркеліңіздер, және де осыған қатысты және де басқа да бейне материалдарды менің парақшамнан көре аласыздар.